Приораға мінбепсің, бұл дүниеге келмепсің. Жігіттер, дағыстандықтар нағыз жігіт өмірінде 4 нәрсе істеу керек деп айтады. Біріншісі, үй салу керек, екіншісі, ұлға жақсы тәрбие беріп өсіру керек. Үшіншісі, тал отырғызу керек. Төртіншісі, Лада Приора міну керек. Достар, бүгін біздің назарымызда сіздің келіншегіңіз ешқашан миыңызды ашытып сұрамайтын, тек жалғыз сіздің көлігіңіз. Лада Приора автокөлігі. Арасының қимасың, жана шырым дара сырым көптөніп, қарашығын сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Тағымданда маржан, тағымданда маржан далашығын. Тағымданда маржан, тағымданда маржан далашығын. Бастаймыз. Хәп бәрекелді достар. Жалпы тура осы машина туралы айтатын болсам, бізде Приора 2 2015 жылғы жүрген жүрісі 77 000 километр. Осы көлікті мен досым 2 апта бұрын Павлодар қаласынан сатып алды. Негізі жігіттер білесіңдер, Приораны қолдан алу деген ол өте рискованный нәрсе. Себебі жолда қарасаңдар, Приораны көбінде 90% жастар мінеді. Үлкен кісілердің мініп жүргенін біз онша байқай бермейміз, және жастар бұл машинаны қалай айдайтынын білесіздер. Жалпы Приора 2, Приора 1 мен 2-нің айырмашылығын түсіндіріп кетейін, және дизайнына тоқталып кетейін. Приора 2 мен 1-дің айырмашылығы, яғни ең бірінші, алдыңғы, артыңғы бамперлер болып саналады. Алдыңғы бамперлер бізде басқаша кішкене әдемірек деп айтсам болады, әдемірек стильде орындалған. Және мына решеткасына келетін болсақ, Приора 1-де ол линия секілді дизайнда, яғни түзу сызықты дизайнда орындалған, ал екіншісі мынау араның ұясы секілді дизайнда орындалған. Одан кейін оптикаға келетін болсақ, Приора 2-де бізде күндізгі жарық шамдары, яғни дневные ходовые огни дейді. Сіз зажиганияны қосасыз, жарық шамдар өзі автоматически жанады. Жалпы Приора деген жігіттер 2007 жылы шыққан машина, білесіздер. ВАЗ-2110, яғни халық арасында десятка деп айтып жатамыз. Бұл негізі таза десятка, жалпы ішкі құрылымын айтып кететін болсақ. 2007 жылы жарыққа шығады, 2013-тің жартысында рестайлингке ұшырайды, яғни кішігірім жаңарту деп айтамыз. Және осындай бізге бамперлер әдемі көлікті бізге орыс тольяттилік дизайндер сыйлады. Енді артына көшейік. Енді артқы дизайнына келетін болсақ, жігіттер жаңа айтып кеткендей, артыңғы бамперде мынандай қара накладкалар қойыла бастады. Және артыңғы жарық шамдарында, яғни диодтық жарық шамдар орнатылады бізге. Жалпы бұлай көлікке қарайтын болсаң, арты маған көбірек ұнайды алдынан қарағанда. Арты өте әдемі шыққан секілді. 96 жылғы шымкенттік жігіттер көп білетін шығар. Opel Vectra'лардың дизайнына қарасаң, негізі көп адам айтып жатады. Приораның дизайнерлері сол немістерден шабыт алған деп. Opel Vectra'ға да кішкене ұқсас келеді. Көліктің шеткі силуетіне қарайтын болсақ, достар, бізге қайтадан сол 96 жылы шыққан десятканы еске түсіреді. Оны біз тіпті мынау шеткі линиялардан да байқай аламыз. Көлікке евро ручкалар орнатылған, яғни тартқыштар. Бұл көліктің ауруы деп те айтсам болады, себебі уақыт өте келе істен шығып сынып қалатын кездерде бізге көп кездеседі. Одан кейін Приора айдайтын жігіттердің айтуы бойынша ең үлкен плюстарының бірі ол шеткі айналар. Шеткі айналар өте үлкен, жолда барлығы көрінеді және ыңғайлы. Қыздарға маңызды тек Бенджамин, қалтаңда дым болмаса ренжіме. Ал мен болсам таза Бенджи Ганджамин, ақша деп біраз даже қам жемей. Қыздарға маңызды тек Бенджамин, қалтаңда дым болмаса ренжіме. Ал мен болсам таза Бенджи Ганджамин, ақша деп біраз даже қам жемей. Жалпы жігіттер, біз Приораны не үшін жақсы көреміз? Приораны әрине капотының астында 106 жылқыны байлап отқан 127-ші 16 клапанды қозғалтқышын жақсы көреміз. Жаңа айтып кеткенде 2013 жылы рестайлинг болады. Рестайлингке дейін мұнда 126-ші мотор қойылады. 126 мен 27-нің айырмашылығы ол енгізу системасы, яғни орыстар впуск деп айтып жатады. Бұл жерде кішкене енгізу системасы басқаша, яғни сол үшін бізге 8 жылқының күші қосылады бұл моторға. Және коробкасына келгенде алдыңғысында кулиса болса, мұнда тросиктік системасы.
Ол бізге не артықшылық береді? Ол бізге төменгі обороттарда көлік өзін жақсы ұстауға, төменгі обороттарда көлік жақсырек жүреді. Және өзінің максималды айналдыру моментіне ертерек жетуге көмектеседі. Бұл мотордың плюс мен минустарына келетін болсақ, бұл көлік 1 тонна 100 килограмм салмағы бар. Яғни бұл мотор бұған бұлай жетеді. Минустарына келетін болсақ, ол помпа, роликтер және грейм белбеуін айтсақ болады. Егер грейм белбеу үзілетін болса, онда клапандарыңыз салам алейкум. Яғни олардың жаназасына баруға тура келеді бізге. Тартысы өте керемет, өте эластичный, яғни жұмсақ тартысы. Көлік алға қарай әрдайым ұмтылып тұрады сол жағынан. Және 127-ші мотор 126-ға қарағанда кішкене жанармайды аздау жейді. Сол жағынан бізге жақсырақ. Жігіттер, приораға қызығатындарымыз көп. Қолыңда толщиномермен жаңағы опытың болмаса, көлік таңдайтын, онда приораны қалай таңдау керек деген сұрақ. Ең бірінші біз қараймыз, қолынан іс келетін жаңа кастоправтар, яғни көлікті бояйтын адамдар приораны қалай краскілейді. Мысалы, артқы есіктеріне қараймыз. Жаңағы көліктің соғылған жері осы жерде немесе мынандай жерде болса, олар көбінесе осы линиядан төмен қарай немесе жоғары қарай краскілейді. Жаңағы красканың переходтарын қараймыз осы жерге келіп, жақыннан. Ол бізге көзімізге бірден анық түседі. Егер ауылдағы таныс братандар біреулер болмаса, жаңа осылай краскілеп қоятын. Егер нормальный кастоправ болса, осы линияға қараймыз. Одан кейін енді келесі нәрсе ол переходтар. Переходтар бізде осы жерлерден басталады. Осы жерден бұлай қарай крилон краскілейді. Немесе мына жерге келіп герметиктерді қараймыз. Егер көлік заводтан шыққан есігі ауыспаған болса, ода ешқандай бирка наклейкалар болмайды. Ал егер есікті жаңадан салған адамдар болса, олар жаңағы есікте наклейкасы болады ғой, жаңа деген, соны алуды ұмытып кетеді. Ол наклейкалар есіктің мына жерлерінде орналасады. Одан кейін тағы екінші нәрсе, бізде клепка дейді, темірді бір-біріне жабыстыру. Заводта оны жабыстырған кезде, ол мына жерде міне бізге көзімізге көрінеді. Мына жерде міне жақындатып егер қарасаңыздар, заводтан клепкалар. Осыларды кастоправтарға қайталау ол мүмкін емес, немесе өте қиын деп те айтсам болады. Осыларға қараймыз, барлығы өзінің заводты қалып екендігіне көз жеткіземіз. Егер артқы крилоны бөлек краскілейтін болса, онда оның бір-біріне жабыстырылған жері осы жер болып саналады. Одан кейін алдыңғы есігін ашамыз. Алдыңғы есігін ашқан кезде, мына жерде тоже болттары болады. Өзінің болттары егер шешілген болса, мына жерде кішкене өзгерістер пайда болады, кәдімгі шешілген көрініп тұрады. Осы болттарына нақты қарап шығамыз. Жаңағыдай мына жердегі клепкаларды қараймыз, жоғары жағындағы. Есіктің ашылып жабылуы және оның барлығы айтпаса да түсінікті шығар. Енді көліктің алдына келейік. Алдына келген кезде жігіттер мына жерде міне крилон бекітілген жерлері бар. Осы жерде заводской герметик болады. Заводской герметикті аламыз да тырнағымызбен бүйтіп басып көреміз. Заводской герметик ол өте қатты, әрі басқан кезде краскасы жарылмайтын болады. Осыған қараймыз. Ал егер кастоправтардың герметиктері кішкене жұмсағырақ и заводской сияқты болмайды да, басқан кезде оның краскасы жарылып кетеді. Одан кейін екінші ол лонжерондағы герметиктерге қараймыз. Лонжерондағы герметиктердің барлығы дәл жаңағы айтқандай қатты және басқан кезде жарылмау керек, қатты болу керек. Так, жігіттер, одан кейін багажнигін ашып қараймыз. Багажниктегі герметиктің состояниесі. Бұны да басып көреміз. Негізі Lada Priorаны заводта шығарған кезде енді біртүрлі жаққан сөздің шыны керек. Бірақ сонда да оны қайталау өте қиын болады кастоправтарға. Герметиктеріне қарап, темірдің майысу майыспауын жақсылап қарап аламыз. Ал жігіттер, көліктің салонына да келіп жеттік. Жаңа айтқанда 2013-те рестайлинг болғаннан кейін бұл Priorада тура сол бағада, сол кезде ешқандай конкурент болған жоқ. Мысалы 14-те Daewoo Nexiant'ты алатын болсақ, бұндай әдемі салон сізге ешқандай машинада берілмейтін еді.
Priora 1 менен салыштырганда 2-нин панелине келетін болсақ, бізде бұл жерде базалық комплектация болғаннан кейін борт компьютер орнатылған. Ал люкс комплектацияларда бұл жерде сенсорлы экран, жаңағы навигация, музыкасын барлығы осы жерде тұрады. Және панелдің ортаңғы жағында кішкене басқаша әдемі стилде орындалған. Базалық комплектацияда бізде не бар? Алдыңғы электропакет, жаңағы күндізгі автоматты түрде жанатын жарық шамдар, және мына жерде приборлар панелінің өзі кішкене ақ түсті, әдемі басқаша стилде орындалған. Және рульде бізде подушки безопасности, яғни қорғайтын жастықтар, құдай сақтасын, жаңағы ТТП болған кезде. Ал тағы да функцияларына келетін болсам, бұл көліктің егесі қосымша ақшаға өзі лобовойды жылытқыш және вебасто системасын орнатқан. Бұл функция жазда машинаны суытуға және қыста от алдырмай жылытуға көмектеседі, өте пайдалы және керек нәрсе деп ойлаймын. Және қосымша ақшаға бізде орындықтарды жылытқыш орнатылған. Жалпы менің бойым 1,85, алдында отыру маған ыңғайлы, барлығы жақсы көрінеді. Жаңа айтып кеткендей, айналары да өте ыңғайлы. Жігіттер, дәл осы көлікте бар тағы да бір сіздерге қызық функция көрсетейін. Орыстар присоска деп айтып жатады. Мысалы, есікті жай жабылып қалған жағдайда ол өзі тартып алады. Қазір көрсетемін. Бұл тамаша жетістік жаңа технологияның арқасы. Неге Priora аласың, неге ескі жаңағы немістің немесе япошкалар неге мінбейсің дейді. База жоқ, түсінем жігіттер. Ол машиналар 20-25 жыл болса да, бұл Priora'дан жақсы жүреді, оған әңгіме жоқ, келсем. Бірақ бұлай ойлап қараш, уақыт өзіңкін алады жігіттер, уақыт по-любому өзіңкін алады. Ол машина ескі болғаннан кейін проводкасы ескі болады. Жалпы бүкіл агрегаттар шаршайды, оның уақытқа қарсы шыға алмайсың. База жоқ, мысалы, елестетіп көрші, сен бір 40-тан асқан жақсы ухоженный дейді ғой, сондай әйелге ғашық болып қалдың. Ол әдемі болады, ол миыңды ашытпайды, бәрін істейді. Бірақтан жас қыздың орны бөлек жігіттер. Ол жас болса да, қандай құтыршақ болса да, мінез жаман болса да, ол жас қызда. Сол үшін жаңа машинаның жақсы жерлерінің бірі сол. Жалпы айтқанда уақытты өзіңкін алады жігіттер. Енді қаланың ішінде машинаның өз-өзін ұстауы дейміз, өте шұқалақ, өте жылдамдықты тез алатын автомобиль болғаннан кейін жастардың көбісі солай басқысы келіп тұрады, айдағысы келіп тұрады. Және Priora айдайтындар білет, 3-ші сатыда машина өзін өте күшті сезінеді қаланың ішінде. Жалпы ладалардың ішінде авторитеті ең жоғары машина осы Priora деп айта аламын мен, еш ойланбастан. 14 мысалы 14 дейсің ба? Енді 14-тінде өзінің фанаттары бар, поклонниктері бар. 14-те өте сондай хайповый машина деп айтсам болады. Бірақтан жігіттер, менің ойымша да енді көп 14 айдайтын жігіттер жүректерінің түтін түбінде негізі болашақта Priora алғысы келетін сияқты менің ойымшашы. Себебі салон жағынан да, комфорт жағынан да Priora 1 саты 14-тен жоғары тұрады. Моторының мықтылығы жағынан да. Бірақ 14-тінде әрине өзінің ерекше орны бар ладалардың ішінде. Атыраулық бір жігіттер айтып еді, негізі Priora трассаның машинасы деп. Олар жаңағы Атыраудың ауылдарының арасында көп таксовать етеді Priora'мен. Пробегтерін қарасаң 200-300 мың уже айналып кеткен. Олар трассаға айдап үйреніп қалған мысалы. Бірақ мен айтпас едім Priora трассаның машинасы деп. Себебі трассада 140-тан асырсаң машина бір ұшып кететін секілді жүреді. Жалпы машинаға жылдамдық тез әсер етеді. Сіз әрбір жылдамдықты сезіп отырасыз. Сол үшін көлік сондай бір эмоция беретін шығар жас жігіттерге. Сіз машинаны сезіп отырасыз, жолды сезіп отырасыз.
жылдамдықты қатты сезесіз. Ал енді минустарына келетін болсақ, ол әрине ең бірінші ол Приораның краскасы, бояуы, яғни Приораның кузовы. Приораға жақсылап қарамасаң, кузовы шіріп кетеді жігіттер. Кейбір 2015 жылғы Приораларды да көрген мен, уже жайлап коррозиялар жаңа гүлдеп бастаған кузовында. Приораның моторы май жейді жігіттер. 100 000 километр жүргеннен кейін мотор май жей бастайды. Оның себебі неде? Оның себебі 3,5 мың обороттан асырып айдайтын болсаң, Приора май жеп кетеді жігіттер. Сол үшін машинаға қарап жүру керек. Негізі қазақтардың бір қызық жері, біз көлікті тек бұзылған кезде жөндейміз. Бір жері сынама, біз оны эстоға апарып, немесе бір таныстарымызға жөндетеміз. Көлікті бұзылмай тұрып жөндеу керек жігіттер. 3 ай сайын немістер, мысалы, немістер болмаса да Европада көлікті 3 ай сайын тексертіп отырады екен. Бір жері ұнамай ма, бірден ауыстырып тастасаң, әрине шаман келсе, онда көлігің саған ұзақ жылдар бойы қызмет етеді. Ол өтірік нәрсе емес. Сол үшін көлігімізге жақсы қарасақ, кез келген көлік бізге ұзақ жылдар бойы қызмет етеді. Приораны жамандығынан жақсылығы көп машина. Жақсы машина деген идеальный машина емес жігіттер. Жақсы машина деген жақсы жақтары көп машина. Сол үшін Приора өз бағасына толықтай ақтайды өзінің бағасын. Жақсылап күтіп қарасаң, жақсылап жүреді. Сол сіздермен осы көлік туралы айтқым келген осы жігіттер. Барлығымызға жақсы машиналар бұйырып, аман болайық, сау болайық, жақсылықта жолығайық.